Сырлыбай Жаңабек Мирас шағын ауданынан жер алып, баспана тұрғызғандардың бірі. Күзге дейін газ беріледі деген соң пешті соған арнайы жасатыпты. Алайда үміті ақталмады. Қақаған қыста көгілдір отынсыз өмір сүру оңайға соқпай тұр. Сондықтан ол электр пешімен тасымалданатын газды пайдалануға мәжбүр. Оның өзі үйді жылытуға қауқарсыз. Светін көріп отырмын. Мен осы айға қазір 33 мың ақша төлеймін. Кеше жазып кетті, енді квитанция келді 2-3 күннен кейін. Сонда ол светпен де жылынып отқанын шамалақ қой. Тек свет жағы осы, басқа нәрсе жоқ. Ол баста ондай болмайды десе, мысалы көмірге дайындаласың, бір нәрселер дайындалады ғой. Еш нәрсеге дайындалады. Ол газ келіп тұр, октябрьда өткеніміз деген, октябрьда өткен көрініп тұр ғой, бүгін енді ноябрьдің аяғы болды ғой. Ол жақын арада бұлай шешеді деген әңгіме түсінбеймін. Бір-бірін лақтырып отыр тек қана бір. Кәдімгі футболдың мяш. Аяқпен теуіп жібереді, акиматқа барасың, акиматтан жауап, анаған лақтырады. Еңбекші ауданына қарайтын жаңа қалашықта Жаңабековтер сынды 300 отбасы тұрады. Барлығы да қақаған қыстан бүрсең қағып отыр. Тіпті алды суықтап ауруханаға түскен. Айтуларынша мұнда газ құбыры әлдеқашан тартылып қойған. Тек оны газға қосу жұмысы ғана қалған. Алайда бұл іс әлі күнге дейін орындалмай келеді. Қалыптасқан жағдайдан әкімдіктің де хабары бар. Билік өкілдері бұл мәселе бір аптаның ішінде шешім табады деп сендірді. Қала әкімі орынбасары және Қазтрансгаз аймақтың басшыларымен бірлесе ол мәселе бойынша жиналыс болған. Орнынан шығып, сол именно қай жерге қосылу нүктесін анықтау бойынша оны анықталды. Осы қазір тез арада бір апта көлемі ішінде сол тартылған газ жүйелер сол нүктеге қосылады. Одан әрі тұрғындарға абоненттік жұмыстар жүргізіледі. Қаланың қақ ортасында отырып, өркениеттің ризығынан қағылып отырмыз деп ашынған мирастықтар биліктен қайран болмаса, Нұр Отан партиясына шағынданамыз дейді. Жанболат Мелсұлы, Мұрат Адинаев, ТВК телеарнасы.